Қайырлы таң. Бүгін сәл өзім тұрып жүрген уақыттан сәл кешірек тұрдым. Өйткені шаршадым, кеше кеш жаттым. Негізі 4:30-5-де тұратынмын. Бүгін сағат 6-да тұрдым. Осының өзі кеш. Негізі 4:30-5-дерге таман тұру керек. Қайтадан ретке келтіреміз, ничего, нормально. Осы ровно 5,5 километр жүгірдім. Тер деген сорғылады, іштің бәрі су. Үйге дейін кішкене восстановить етіп барамыз да. Үйдің жанынан турник, брусья и отжимания ұрамыз. Арсаңыздашы терді. Камера көрді ма, көрмей ма білмеймін. Бірақ страшно терлеп жатырмын. Кайф 5,5 километр. Өзімді жеңіл, әдем сезініп қалдым. Біраздан кейін мұздай душтан кейін вообще мощный болады. Алейкум достар, баршаларыңызға тағы да қайырлы күн, қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, күндеріңіз жақсы басталсын. Тренировка жасап келіп, душқа түсіп алып, үйдің барлығын жинап, тазалап, тамағымды дайындап, тамақ емес, осылай ПП бізде. Осылай қарап отырмыз. Төртеу түгел болса деген подкаст. Барлықтарыңызға совет берем көруге. Гитарамен әндетіп алдық, үйдің бәрін тазалап қойдық. Терезені ашып, таза ауа кіргізіп, өстіп көріп отырып тамақ ішіп отырғанымыз бар. Саған бай болуға не кедергі? Осылай идеальный күн болып отыр үшін бұл менде. Достар, дәл қазір маған шынымен проблемасы бар адамдар жазсын. Ешқайда шығармаймыз, өз арамызда әңгімемізді айтамыз. Шынымен осы Нұрдайдың көмегіне мұқтаж адам, шынымен аяғында, болмаса қолтығында, алақанда, тершеңдіктен және де жағымсыз иістен құтыламай жүрген, немесе ақырындап соның бастапқылары басталып жатса, дәл қазір маған жазыңыздар.